Әуе толқында балалар бойында туған еліне, жеріне, тіліне деген сүйіспеншіліктерін, ынтасын арттыру, ана тілін, сөз өнерін сүйіп құрметтеуге баулу мақсатында жүргізілетін патриоттық танымдық бағыттағы «Мен қазақпын» балалар хабары. Хабардың жүргізушісі Санжар Мерғалымов. Қазақстан елінде тұратын, қазақ тілімді мақтан тұтатын, қазақша еркін сөйлеген мен кішкентай қазақпын. Ашырды япырмай, мен қазақпын, көк байрақ туым бар, елім бар, жерім бар. Келіңдер құрбы достарым, ана тілінде сөйлейік, өлең оқып, пікір айтып, балаша ой түйейік. Менің асыл достарым, мен қазақпын балалар хабарының бүгінгі қонағы Байсақ Нұржан Елубайұлы. Нұржан Астана қаласындағы Жұлдыздар отбасы журналының тілшісі. Сол сияқты халықаралық мирас мектебінде қазақ тілінен сабақ береді. 2010 жылы республикалық Жігіт Сұлтаны байқауының бас жүлдесін жеңіп алса, 2011 жылы республикалық Жұлдыз журналистер одағының ұйымдастырған жыл тілшісі 2011 байқауының жеңімпазы. Астанадан арнайы келген Нұржан ағаймен сұхбатымызды бастайық. Сәлеметсіз бе, Нұржан ағай? Бағдарламаға қош келдіңіз. Сәлем, Санжар. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Жүрекке барып орнасын жолдаған жыр мен сәлемім, ешкімге жұмбақ болмасын, мен және менің әлемім, депті ақын замандастарымыздың бірі. Атым Байсақ Нұржан Елубайұлы. Павлодар облысының Ертіс ауданында туып өскенмін. Ауданда 2 жыл істегеннен кейін осы қаламыздағы дарынды балаларға арналған нөмір 3 орыс гимназиясында еңбек еттім. Мұғалім болған жақсы шығар. Ұстаздық дегеніміз енді үлкен жауапкершілік қой. Себебі алдыңда отырған оқушылардың болашағы мұғаліміне байланысты. Сенің жүргенің, тұрғаның, ойланғаның, қуанғаның, мұңайғаның, қайғырғаның, киім киісің, әріптестеріңмен, оқушыларыңмен қарым-қатынасың. Бәрі-бәрісі де тіпті шектен шыға ашуланғаныңның өзінде ұлттық мәдениетке тамыр жіберген сабырлық, ұстамдық жатуы шарт. Себебі ұстаздың әр қимылы оқушылардың назарында тұрады. Сондықтан да шәкірттеріңнің құрметін, қызығушылығын, ықыласын төмендетпей ұстап тұруың үшін әрдайым ізденіс үстінде жүруің керек. Яғни шын мәніндегі мұғалім дәрежесіне көтерілу айтуға ғана оңай, әйтпесе азапты шаруа. Десек те, сол азапты ізденістен ғана бақытқа бастар жол шығуы мүмкін. Керемет! Неге қазақ тілі мен әдебиетін таңдадыңыз? Санжар, сұрағыңа рахмет. Менің ойымша әдебиет пән деген ұғымнан әлде қайда кең. Кезінде Ломоносов математика приводит в порядок ум, а литература все остальное деп мойындап кеткен екен. Сондықтан да қазақ әдебиет пәнін таңдап алдым. Жақсы екен, Нұржан ағай. Қазақ тілін бай тіл дейміз. Оны немен дәлелдей аласыз? Енді оның жарасы жеңіл ғой. Мысалы 90-шы жылдары қазақ тілі әлемде сөз байлығы жағынан 3-ші орында алыпты. Егер орыс тілі 9-шы орында алса, ағылшын тілі 13-14-ші орында болыпты. Егер әлем мойындаған Уильям Шекспир бар шығармашылық өмірінде ағылшынның 15 мың сөзін қолданса, Мұхтар Әуезов атамыз бір ғана Абай жолы эпопеясын жазғанда 16983 сөзді қолданыпты. Бұл көп нәрсені аңғартса керек. Ұлты неміс болса да, қазақтың жоғын жоқтап жүрген жазушы Бельгер мынаны айтыпты. 18-19 ғасырдағы жыраулардың, ақындардың өлең жырларын оқып отырсаңыз, бізге таңсық талай сөз кездеседі. Неге дейсіз ғой? Себебі ғалымдардың соңғы деректеріне сүйенсек, қазір күнделікті тұрмыста пайдаланудан шығып қалған сөздерді есептесек, 10 миллион қазақ сөзі бар екен. Ондай сөздік қор немістерде де, орыстарда да, ағылшындарда да жоқ. Бірақ осыны қазақтардың өздері де білмейді депті. Мұндайда шынында да намысың қайда жандағы, ерлігің қайда қандағы дегің келеді кен. Санжар, тыңдармандарды жалықтырып алмай, осы жерде ананың тілі әнін жіберуге болады ма? Әбден болады. Тапсырысыңызды орындаймыз. Ананың тілі әнін қабыл алыңыз.
Ырдан. Өмірге келдім, анамды көрдім, деді ол жаным, арайлы таңым, самал боп желпіп, жырымен елтіп, үйретті тынбай, бал тілін әнін. Анамның тілі, айбыным менің, анамның тілі, ай күнім менің, сүйемін байтақ, елімді туған, сүйемін мәңгі, өмірді мектепке келдім, ұстазды көрдім, тыңдадым сөзін, табынып сүйіп, анамның тілі, аяулы үні, жүрекке нұрын жіберді құйып. Анамның тілі,
жүріп жатқан мен қазақпын балалар хабары. Бүгінгі менің қонағым Байсақ Нұржан Елубайұлы екенін естеріңізге салып өтейін. Сұхбатымыз жалғасады. Ұстаз ретінде қандай ұстаным ұнайды? Санжар, Қытайлардың мынадай бір тамаша сөздері бар екен. Айтсаң ұмытып қалады, көрсетсең есте сақтауы мүмкін, өзіне берсең мәңгілік өзінікі болады деген екен. Осы сөз ерекше ұнайды. Сондықтан осыны әрдайым жадымда ұстаймын. Жақсы екен. Елордамыз Астанада жүріп, қандай өнер және еңбек қайраткерлермен жолықтыңыз? Әрине өзім ойлаған аға апаларымның көбімен сұхбат құрып үлгердім. Олардың барлығы дерлік Жұлдыздар отбасы журналында жарық көрді. Мысалы, өзім ерекше құрмет тұтатын Мұхтар Шаханов, Тоқтар Әубәкіров, Аманжол Әлтаев, Қыдырәлі Болманов, Бекболат Тілеуханов, Әкім Тарази, Төлен Әбдіков, Ерлан Арын, Махмұт Тойкенов, Қайрат Нұртас, Досым Жан Таңатаров, Қайрат Байбосынов, Маржан Арапбаева, Гаухар Әлімбекова, Бексұлтан Нұржекеев, Ғани Құлжанов, Майра Нұркенова, Қанипа Бітібаева, Қалдыбай Әбенов және тағы басқа танымал адамдармен сұхбат құрдым. Көп нәрсені солардан үйрендім. Керемет екен. Мұндай танымал адамдармен мен де кездесіп сұхбат алсам жақсы болар еді. Бұл болашақта орындалады деп сенемін. Нұржан ағай, сөз соңында тыңдармандарға айтар тілегіңіз бар ма? Санжар, бір данышпан өмір сүрудің екі түрі бар, шіру және жану деген екен. Қорқақтар мен сараңдар мұның біріншісін, жомарт жандар екіншісін таңдайды депті. Ендеше саған да тыңдармандарға да әрдайым екіншісіне таңдауларыңызға тілектеспін. Тілегіңізге рахмет, Нұржан ағай. Сізді өмірдің биік белестерінен көре берейік деп тілеймін. Сонау Астанадан келіп, маған сұхбат бергеніңіз үшін сізге үлкен рахмет айтамын. Жан жүрегі қазақпын деп соққан, мен қазақпын деп жар салған Нұржан ағай сияқты ағаларымыз көп болсын. Қазақ қазақпен қазақша сөйлессін деген ұранмен хабарымызды аяқтаймыз. Әуе толқынында сіздер үшін жұмыс жасаған мен кішкентай қазақ Санжар және де менің режиссерім Алтын Омарова. Қош сау болыңыздар.